Сәлем досым, сенімен Сәлем кино. Арнаға жазылып лайк немесе дизлайк басуды ұмытпа. Бұл мен үшін өте маңызды. Кино басталмас бұрын саған айтарым бар. Менің каналымның ешқандай тәрбиелік мән мағынасы жоқ. Бірақ та ұятсыз киноларға шоу жасалмауын барынша қадағалаймын. Әзіл немесе анайы сөздер сенің немесе жақыныңның өміріне нұқсан келтіретін болса, бұл видеоны өшіруіңді өтінемін. Ал менімен қалған бригадамен бірге кино шоуымызды бастайық. Бұл Майлз деген мектеп хулигандарының бірі. Ол өзінің достарымен бірге өзінен әлсіз оқушыларды ұрып соғады. Ал бұл Джимми, басты рөлдегі толық әрі қорқақ жігіт. Ол үнемі Майлздан таяқ жеп есесінде қайтармайды. Джиммидің екі досы бар, Энди және де Бобби. Джиммидің ата-анасы да өте қарапайым, сыпайы адамдар. Ол тамақты тоқтаусыз жейді, әсіресе тәттіге қатты құмартады. Бір күні достармен бірге мектепке бара жатқанында оларды Майлз күтіп алады. Достары қорқақ болғандықтан Джиммиді тастап қашып кетеді. Майлз Джиммиге «Сен маған $100 қарызсың, жақын арада әкеліп таста» дейді. Әрине, Джимми бұл жігітке бір тиын да қарыз емес еді, сондықтан әкелетін ойы жоқ. Бірақ та Майлз ақшаны әкелмесең төбеңе көк шыбын үйретем деп қорқытып кетеді. Мектепке келгеннен кейін Майлз Боббиге тиіседі. Шынында Бобби фуйыптыгідік. Ол жігіттің ориентациясы басқа еді. Джимми оған қолдау көрсетіп, артынша олар асханаға барады. Джимми сол баяғы қолына ұсталған нәрсенің бәрін опырады. Достары Джиммиге бір қыздың көз салып жүргенін айтып прикол ұстайды. Бұл қыздың аты Эдриан. Осылай отқан кездерінде Майлз келіп, қарызды қашан қайтарасың деп сұрайды. Қастарында отырған бір жігіт оларға тисе берме деп ескертеді. Бірақ та ол Майлзды тоқтатар емес. Сондықтан ол жігіттің ағасы келеді. Ал Майлз болса бұл жерден тайып тұрады. Мектептен соң Майлз тағы да Джиммиге келеді. Бірақ та Джимми бұл жолы «Мен саған қарыз емеспін, сондықтан ештеңе де бермеймін» дейді. Бұл сөз бұзақыға ұнамай жігіттің жанын шығарады. Оны тепкілеп жатқанда көрші үйдегі шал шығып Джиммиді құтқарып қалады. Бұл кісінің аты Джексон. Ол жігіттің жарасын таңып әңгіме дүкен құрады. Негізінде бұл кісі кезінде чемпион болған екен. Сондықтан Джимми бұл кісіден көмек сұрап, ана нақұрыстарға тойтарыс беру үшін өзін жаттықтыруды сұрайды. Бірақ та атамның бұл іске қауқары жетпейді. Сондықтан ол өзінің жаттықтырушы досына хабарласады. Джиммидің үйіне барып, ата-анасынан рұқсат алып, олармен бірге бокс залына келеді. Жаттықтырушы Менни оларды жылы жүзбен қарсы алып, жігітке білгенін үйретпек болады. Джимми қолынан келгенше барын тырысып бағады, бірақ та басында оның қолынан ұру да келмейді. Бірнеше жаттығудан соң Джиммидің денесі ауырып, қимылдау қиындайды, бірақ ол берілгелі жатқан жоқ. Ал Майлз болса Джиммиге тиісуін қояр емес. Ол қайта-қайта ақшасын әкелуді сұрайды. Осы жолы Джимми жігітті алдап, «Мен жұмысқа тұрдым, кішкене уақыт күтсең, ақшаңды екі есеге қайтарып берем» дейді. Бірақ саған ақша берген соң мені мүлде мазаламайсың деп екеуі келісе кетеді. Осылай Джимми жаттығуын жалғастырады. Бірақ Менни жігіттің мотивациясының түсіп қалғанын байқайды. Ол Джексонға барып, жігіттің физикалық тұрғыдан емес, моральды түрде шаршап қалғанын айтады. Осылай Джексон жігітпен сөйлеспек болады. Джимми өзінің қолынан ештеңе келмейтіндігін, сол баяғы қорқақ қалпында екенін айтып, мұңын тарқатады. Үйіне келген соң әкесімен де сөйлеседі. Бәрін байқаған әкесі, «Егер барыңды салып тырыспайтын болсаң, Меннидің уақытын алма» дейді. Және кетер кезінде, «Мен де өзімді қорғап үйрене алмадым, сондықтан сен осылай өстің. Егер сен осы қалпыңда қалар болсаң, сен көрген қиындықты балаң да көретін ұмытпа» дейді. Бұл жігіттің намысын оятады. Сөйтіп ол келесі күннен бастап жаттығу залына тынбай барады. Тіпті бұрынғыдай машинамен емес, қанша алыс болса да велосипедпен барып отырады. Жаттығу кезінде еріншектігін қойып, жаттығуын тоқтатпайды. Осылай лапан ұру кезінде байқамай ұстазын да құлатып қояды. Бір күні асханада отырған кездерінде ол өзінің бокспен айналысып жүрген Эддиге айтады. Осы уақытта олардың қасына Эдриан отырып, Джиммиді кездесуге шақырады. Олар достарының отырысына бірге барады. Осылай әңгіме дүкен құрып, арасында сағызға да таласып талады. Оларды көрген Майлздың досы аузына келгенін айтып, оларды мазақтайды. Ал Джимми болса оны сөзбен орнына қояды. Ертесіне Джимми Эдрианды жаттығу залына алып келеді. Ол өзінің қандай жетістікке жеткенін көрсетіп, қыздың жүрегін жаулайды. Осылай күндер өтеді. Жігіт жаттығуын тоқтатар емес. Бір күні мектепке барғанда оны Майлз байқап, «Дәл бүгін ақшаны қойып бересің, әйтпесе бетіңді текстеймін» дейді. Сөйтіп оған ақшаны сабақтан соң осы жерге алып кел дейді. Туалетке келгенінде бір сынып үлкен оқитын Винни деген жігіт оған сәттілік тілейді. Ол жігіттің Менниде жаттығып жүргенін білетін еді, сондықтан бүгін төбелес болатынына күмәні жоқ. Олардың әңгімелерін Эдди естіп, Майлзға төбелес болатынын ескертеді. Ал ол болса қорыққаннан түрмеші жігітті шақырады. Бұл мәлімет әрине мектепті ұстайтын жігітке жетеді. Ол мектепте артық нәрсе болмасын деп Майлз шақыртқан түрмеші жігіттің көзін құртады. Осылай сабақтан соң олар келіскен жерге келеді. Төбелес басталғанда Майлз бір удармен Джиммиді құлатады. Осымен кино бітті.
Джимми орнынан тұрып, Майлздың ударларынан уклон жасап, жақсы екі удар тастайды. Осы кезде Майлздың достары жабыла кетеді. Бірақ та Бобби мен Энди досына көмектесіп, ақырында Джимми өзінің коронный ударымен Майлзды ұйықтатады. Осыдан соң Джимми мектепте емін-еркін жүретін болды. Себебі ендігі ол өз-өзіне тұрып бере алатындығын барлығы біледі. Осымен киноның соңы. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпа досым.